деймін. Жүр. Мынандай ыдыстар бар екен, күшті. 3800 екен. Сәлем достар. Біздің YouTube каналымызға қош келдіңіздер. Бүгін бізде новый видео. Алихан бол. Айым биге барады достар. Достар, біз екі баланы магазинге тастаймыз ба деп едік. Қалмады екеуі. Тек Ибрахимді жылатып, тастап кеттік. Айым кетіп барады, ана алдымызда қыздар да биге қатысады екен. Соларға жетіп алайыншы деп. Жүр. Сол қыздарға қосып жіберейін деген ғой. Өзің бара бер, айым. Сол қыздармен барып үйрен. Бізбен бірге неғылмай-ақ қой деп ше. Бала-шағамен әбіржіп кешіреміз қазір десем. Олардан да қалғысы жоқ. Бізден де қалғысы жоқ болып тұр ғой. Телефонды достар. Қалай болса солай ұстап келатым. Қолымда Мұхаммедтің суы бар. Алихан платочкасы бар. Бәрді ұстап келетін, бір-бірінің үстіне шығады. Бір бастырмаса ояға. Ойланам қанда кірпіш шешеді. Кірпіні қарады. Өліп қалған ау деймін. Жүр. Өліп қалған сияқты ғой. Қимылдамай жатыр. Кірпіш шешен дейді ғой бізде, достар. Иә. Кірпі ғой негізі, кірпі. Қайдан біледі? Өткенде қамыстар шешен қамақтар десенше кірпік қой дейді. Қалай біледі ғой, естіді ғой, ағайды. Кірпік дейді достар, біресе кірпік шеше дейді. Атамыз кірпі шешен деп айтқан ғой. Мен кірпігін қатты жақсы көремін. Мен ұтқанда қатты жақсы. Давай, айым жолға түсті, жаңа чешкеңді киіп, киіміңді шешіп, бір шкафқа салып, әрекетін жасай бер, бар. Оны маған неге бердің онда? Әке қолыңды, Алихан. Достар. Көзім көбейді баған болдым. Алайыз. Мен азанда айымды мектепке апарып қайтып келдім, сөйтіп 1,5 сағатта үйде боламыз да. Шайымызды ішіп, Ибрахимді ұйықтатамыз. Сол аралықта уже айымның сабақтан келетін уақыты болады. Сөйтіп ұйықтатып, сәл оянып жатыр еді. Ұйқысы ашылып кетті ма, бесікке саған ғой. Сөйтіп уже айым сабақтан алатын уақыт болып тұр. Мұхаммед мен келгенше қарай тұр. Бесікте тербетіп отыра тұр деп тастап кеткен ғой. Сөйтіп онда мені айымның биіне апарасың деген ғой. Сөйтіп ақылды келіскенбіз екеуміз. Сол үшін біз алда менің қыздармен дуа. Молодец. Мұхаммед пен Алихан сол үшін алып келе жатырық. Әйтпесе бұларды апасына тастап, айым екеуміз ақ келеміз ғой. Біз сондаймыз достар енді. Барлық жерге қолына шұбырып шығамыз. Бұрында көшеден өзім сияқты қазіргі келіншектер көретін едім. 4 бала, 5 бала, бәрі майда қойшы, қатар ше. Сөйтіп бір андай арықтан, андай шөп тікен, сондай жерлерден өтіп бара жатқан кезде каждый баласын жеке аттап, наны бірінші өткізеді, одан кейін тағы өткізеді. Иә. Иә, сөйтіп өткізеді. Әйелдер көретін ғой көшеден, ана балдарды бәрін қалай алып жүр, қалай қарайды, уже даже айтуға менің терпением жетпей тұр ғой. Қалай қарайды деп ойлайтын сөйтсем, мен де сол боқпын қожа. Бұл емес, ар жағында. Ал достар, біз биге келдік қазір енді. Мұхаммедтің арманын орындаймыз. Биге кіріп көрсін. Айымның биі қандай екен.
Айым. Айым деп айтпа, ол қарамайтсаң. Илбей деп атым. Айым деме. Достар, біз айымды биге апарып, одан Алихан мен Мұхаммед әбден сол жерде ойнап, бәріміз үйге қайттық. Үйге барғаннан кейін обед дайындап, үйді реттеп, сөйтіп қайтадан Мұхаммедті алып шықтық екеуміз. Мұхаммед екеуміз қазір невропатологқа бара жатырмыз. Мұхаммед сәл кейбір әріптерді анық айтпайды, соған дұрыс сөйлесінші, дұрыс жаттығу жасап, тілін жаттықтырсын деп логопедке апарғым келіп жүр. Сол үшін бірінші невропатологқа барады екенбіз. Невропатологтың қабылдауынан өткен соң логопедке жіберуге болады десе, жібереміз. Ал? Достар, Мұхаммед мынандай әдем киімін киіп алды. Өткенде мынандай джинсы шалбар әперген едік. Апасы екеуміз. Свободный тұратын. Өзіне бір жарасып қалды. Тән бер қараш. Очки бар. Өзінің қызыл очки бар еді, соны таппай қалды. Машинада алып кетті ма? İzleyip uaqtım жоқ. Машинада қалған ба? İzleyişim келді. Күн ыстық болып тұр. Сәл жел бар, бірақ 25 градустай. Ыстық ау деймін. Әжептәуір ыстық. Иә, анау бұрылыстан бұрыламыз. Апаның докторы қандай бұл? Мектеге дейді. Біздің докторымыз анау машина келіп жатқан жерде ғой. Бұрыламыз да кіреміз ғой. Достар, біздің мектебімізде, бейімізде, мына поликлиникамызда бәрі жақын орналасқан. Жақын дегенде біраз жүресің, енді 2 остановка, 3 остановка, 4-5 остановкадан жер бар. Бірақ бұл жақтарға автобус келмейді. Болды, жақындап қалдық. Таксимен келетін болсаң, қалаға шығатын ақшаны төлейсің тура. Көп алады такси. Қанша жақын болса да. Ау. Гараж ғой. Машина қоятын. Қазір енді Мұхаммедті апарып көрсетіп қайтайын, достар. Біздің каналымызға подписаться етіп, лайк, комментарий жазып отырыңыздар. Бізді қолдаңыздар. Біз ютубты жаңадан бастап жатырмыз. Бізге сіздердің үлкен қолдауларыңыз керек, достар. Біз магазинге келдік, жолдан, неден шықтық, невропатологтан. Қағазымызды алып, логопедке направление алдық. Енді магазиннен Алихан Мұхаммед бірнәрсе алам дейді. Не аласың? Жүр,
жүрсе ана май алмайтын шығармыз енді. Anladım. Мұхаммед жейтін нәрсе ал. Çok güzel. Lütfen. Басындағы панамасын теріс қарат. Ауыстырып киіп алған екі жағын. Мынандай ыдыстар бар екен, күшті. Böyle de. 3800 екен. Қазір оны кім көреді де жылайды ғой анау Алихан. Alihan'ga da mı? Ар жақтан келесің ба? Қайқа кеттің? Бұл жағы болмайды ғой, жүр. Ана аяқта жейтін нәрселер бар, соны алайық болмаса. Мына жаққа келсейік жаңағы. Еркел. Мына жақта тұр сен жейтін. Ал достар, біз магазиннен шықтық. Мұхаммед екеуміз пирожки алдық. Мұхаммед сосиска в тесте алды, сосын мынандай шашлик алды. Не еден? Sazişka. Не еді аты? Nerede? Мармеладтардан жасалған шашлик. Anlıyor değil mi? Шашлик. Шашлик. Sazişka. Сосын мына жақта манный крупа алдық, кок алды. Ben Айым мен Алиханға жейтін de бір süt aldım. нәрсе алдық. Ben короче. yaptı öğretmen Сүт süt. алды Мұхаммед. Сүт сияқты сок бар екен. Ben Son süt aldı. saçlarım. Иә. Очкин тағып алмадың ба? Yok, yok. Енді Құдай қаласа ертең логопедке барамыз. Aldım. Сонымен ішіне салсайын ба? Айымды мектепке апарып, қайтадан келіп, Мұхаммедті логопедке апарамыз. Сөйтіп күнделікті күнімізді осылай өткізетін боламыз енді. Бала-шаға өскен сайын сол кісілердің баратын жері, апару керек жерлер көбейеді. Енді тек қана осы кісілермен айналысамыз күндіз түні. Ал достар, осымен бүгінгі біздің видеомыз аяқталды. Біздің каналымызға жазылуды ұмытпаңыздар. Basın su var. Ал достар, всем пока! Aldım. Bakın.